Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте дәмді ерекше гуляш дайындайтын боламыз. Каналымды жоғалтпау үшін маған тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ол үшін алдымен етімізді көбіктеп турап алатын боламыз. Менде сиыр еті. Негізі майлы емес, дәл осындай майы жоқ ет болған өте жақсы. Осылай барлық етімізді көбіктеп турап аламыз. Етімізді турап болдық. Етіміз осымен дайын. Енді пиязымызды ұсақтап турайтын боламыз. Енді қызып тұрған табамызға майымызды құйып, жақсылап қуырып бастайтын боламыз. Ең алдымен етімізді қуырып алатын боламыз. Еттің суы шығып, жақсылап піскенге дейін еттен қуырамыз. Одан кейін пияз жақсылап қуырып алдым. Сонымен қарай тұзымызды, бұрқымызды және томат пастасын салып, жақсылап қуырып аламыз. Жақсылап қуырғаннан кейін етіміздің сөлі кетіп, дәл осындай болған кезде суымызды құйып, 1 сағат көлемінде етімізді жақсылап пісіріп алатын боламыз. Сонда етіміз жұмсақ болады. Оған дейін картопымызды дайындаймыз. Барлығын жақсылап тазалап алғаннан кейін турап суда пісіріп алатын боламыз.
Сосын дәміне қарай тұзын салып, жақсылап пісіріп аламыз. Тағы да бір. Енді қызып тұрған табамызға бір қасық ұнымыз салып, жақсылап сарғайғанға дейін қуыратын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай дәл осылай сарғайып қуырылады. Осымен біздің ұнымыз дайын деген сөз. Енді осы қамырымызды ыдысымызға салып қоямыз. Одан кейін суымызды құйып, венчиктің көмегімен жақсылап тәртіп болмағанда араластырып қоямыз. Осымен біздің соусымыз дайын. Қазір етіміз пісіп дайын болған кезде етті осылай қойып 20-25 минутта пісіріп алатын боламыз. Осы кезде біздің картопымыз дайын болды. Картопқа сары май саламыз және кішкене сүт құйып жібереміз. Дәміне қарай тұз бұрышын салып, жақсылап еземіз. Сонда дәмі өте дәмді, ерекше болып шығып пюреміз. Püremiz dayın. Püremiz dayın. Öteden de bulmuşlar. Püremiz. Bizim püre dayın. Біздің етіміз 1 сағат көлемінде тұрды. Етіміз өте жұмсақ болып пісіп жатыр. Енді үстіне соусымызды құйып, тағы да жақсылап араластырып, 15-20 минут қайната аламыз.
Осымен біздің гуляшымыз дайын. Өте дәмді, ерекше болып шықты. Каналымды жоғалтып болмау үшін тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.